Ассалаумағалейкум Қазақстан жұрты. Мына біз Маңғыстау облысынан сөйлеп тұрмыз. Мен Темірбаев Нұрболат. Ауыл шаруашылығымен айналысамыз, мал шаруашылығымен. Мына биылға келіп атқан қуаңшылық жұрт далада отырған шаруаларға ауыр тиіп жатыр. Бүгін қазанның 10 жұлдызы күні. Өздеріңіз көріп отырсыңдар. Қуаңшылықтан жылқыларымыз өліп жатыр. Жылқы бар, түйе бар. Өздерің көріп отқандай. Мынандай үлкен Маңғыстау халқы, шаруалар қиындыққа тап болып жатыр. Бұған енді үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан көмек болмаса, бізге жағдай қиын. Айтайын дегенім, сіздерге мемлекет басшысы Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлына және Маңғыстау облысы әкімі Мабаев Нұрлан Асқарұлына көмек сұраймыз. Маңғыстау шаруалары болып, көріп отырсыңдар, өте қиын. Далада осындай шаруамен отырған шаруаларға қиын болып жатыр. Егер малдан айырсақ, қазақтың күні бір жағы мал шаруашылығына қарасты болғасын, қазақтың күні малға байланысты. Маған тіке салып тұрайын. Мен айтайын дегенім, бұл біз жылдың басынан бері жағдайды айтып келе жатыр. Үкіметке де сау болсын, облыс әкімдігі, Маңғыстау облысының әкімдігі қадірінше жұмыс істеп жатыр. Көмектесіп, көмектерін беріп жатыр. Бірақ бұл тек облыстың әкімдігі шеше алмайды. Бұны мемлекет араласпаса, оған мен айтайын деген, бұл біздер ұсыныс айтамыз және ұсыныстың шешу жолдарын да айтамыз. Мына жұрттың қуаңшылықтың салдары көріп отырсыз, даламызда жерде ешқандай шөп, ештеңе өспей қалды. Осы бізде мына былай қарай Кендірлі Қаясанның жері басталады. Осы бізде қарай 3-4 шақырымнан кейін осы жерден 40 шақырым жерде кәдімгі әдемі шөп өскен Кендірлі Қаясанның қорығы бар. Сол жерде малға жайлы жер бар. Бос жатқан жер. Бұл жерде қорық айтады, мал бар, аң бар, зат бар деп. Бұл жерде аң ешқандай жоқ. Қазақта мал ашуы, жан ашуы дейді. Мынандай малымыз далада жұрттан, қуаңшылықтан өліп жатыр. Ол қаншамасын біз қорада жемдеп отырмыз. Бірақ ол жемнің өзі де Маңғыстауда қазір 20 кило жемнің өзі 2100 теңге болып тұр қазір таңда Қостанай кебегі. Сол мал ашуы, жан ашуы деп біз үкіметтен, президенттен көмек сұраймыз. Ұсыныс айтамыз, сол ұсыныстың да шешілу жолдары бар. Маңғыстау бойынша бір шаруалардың 9 ұсынысы бар. Сол бірінші айтайын дегеніміз, мына Кендірлі Қаясанды, Кендірлі Қаясан, Қызылсай, Үстірт дейтін 10 Маңғыстау бойынша 10 қорық бар екен. Осы 10 қорықты біріктіріп, бір қорық Үстірт қорығын ашу керек. Себебі бұл қорықтың ешқандай аңға да, малға да пайдасы тиіп жатқан жоқ. Енді біз осы Кендірлі Қаясанға жазда барып құдық қаздырайын деп едік. Сардарбек, Серік Сардарбек дейтін басшысы бізді ол жерден болмайды деп шығарып жіберді. Егер сол жерде қорықтан құдық қаздырғанда бізге, біз мына малды мынандай өлтірмес едік, басын сақтап қалар едік. Малдың да обалы бұл бір жағынан адамдарға да байланысты деп айтамын. Сол себепті бірінші мәселе, Маңғыстауда шұбырған 10 қорықты біріктіріп, бір Үстірт қорығын ашу керек. Осыған Маңғыстауда тұратын малдың, жердің шаруасын жайын білетін біздің ағаларымыз бар. Үстірт қорығында Меңдібай Ағи дейтін жігіттер бар. Сонда жігіттерді басшылыққа қойып, біздің қорыққа қиыншылық кезде құдық қаздыруға, мал жаюға рұқсат алып берсе дейміз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселеміз, ауыл министрлігі жақында өзгерді.
бірақ өзгергенмен ол ауыл министрлігі тек ол облыс орталығынан кейін қарай кетті. Ол ауыл министрі келіп, Ерлан Қарашөкеев келіп, осы жерге жағдайды көріп, нақты мәселені шешу керек еді. Біз соған сұраймыз, сол министрлікке бізге малдың жағдайын білетін шаруа өзі Алмасбек Садырбаевты сол министрлікке қызметке алуын сұраймыз. Себебі Алмасбек ол барлық жағдайды білет, шаруаның жағдайын білет. Халқына ашқан адамға әр қабылдаған мал басына 50 мыңнан қайтарымсыз субсидия беру керек. Және соған апарып тапсырған шаруаға да мал тіркелген жүргізіп отқан шаруашылықтың иесіне де тіркелген малына апарған тапсырғанына 50 мың субсидия берсе, екі жаққа да тиімді болып, малдың басын сақтауға да және қымбатсып батырған еттің бағасын тоқтатуға да үлкен септігін тигізеді. Бұл үшінші мәселе мал бордақылау дейтін. Сосын біздер далада мал жайып отқан, мал бағып отқан шаруаларға 0,1%-бен несие берсе екен дейміз. Бір жылға. Бұл бір жылға дейтін себебіміз, әр тіркелген мал басына, ірі малдарға, жылқы, түйе, сиыр болсын, 100 мыңнан берсе, мысалы менің 20 жылқым болса, 2 миллион ақша берсе, біз жем шөп қорымызды жасап, малымызды бордақылап ұстап қалар едік, басын сақтап. Сол себепті біздер 0,1%-бен бір жылға әр сайын шаруаға мал басына, әрбір мал тіркелген мал басына 100 мыңнан несие сұраймыз, 0,1%-бен. Бұл төртінші мәселеміз. Бесінші мәселе, енді біздің Маңғыстау мұнайлы мекен дейміз. Осы мұнайлы мекен Қазмұнайгазға қарасты, үлкен Маңғыстауда 3 мекеме бар. Өзенмұнайгаз, Маңғыстаумұнайгаз, Қаражанбасмұнайгаз, Қаламқасмұнайгаз. Осы біздің Жаңаөзенге, Қарағай ауданына қарасты Өзенмұнайгаз дейтін үлкен мұнай мекемесі бар. Осы мекемеге осы даладан бізге көмек ретінде шаруаларға құдық қазып берсе, мұнай мекемесінің қызметкерлері келісіп отыр. Деген Қазмұнайгаз Серік Айдарбаев мырзадан сол бұйрық берсе, осы шаруаларға осы қуаңшылық кезінде осы малдың басын өлтірмей аман сақтап қалуға да бұл септік болар еді. Себебі көріп отырсыңдар ғой. Міне мына бүгін өлген жылқы, сол Өзенмұнайгаздан, Қазмұнайгаздың басшыларынан көмек сұраймыз. Біздің даланың әр жерден шөп шыққан тың жерлері бар, мал бара алмайды құдық болмағасын. Сол жерлерге құдық қаздыруға, осы қазан аяғына дейін бізге құдық қаздыруға әр жерден құдық қаздырып берсе дейміз. Бұл 5-ші мәселеміз. 6-шы мәселе, Маңғыстау бойынша да шаруаларға қиын тиіп тұрған газ мәселесі, автокөлік газ мәселесі бар. Бұл газ мәселесі де қазір ойнап тұр. 60 теңге, 65 теңге кейде болмай қалады газ мәселесі де. Соған біз сұрайтынымыз, Қазмұнайгазға тиесілі осы Қазгөз зауыты бар өзенде. Сол Қазгөз зауытына өзіне арнайы газ құю станциясын ашса дейміз. Бұл әрі тұрақты 20-30 адамға, 50 адамға жұмыс орны ашылады, және 50 теңгеден сол газды қойып қойса, біздің газ бағасы тұрақтануына жол ашылады деп есеп ойлаймыз. Және солай болады деп ойлаймыз нәтижесі. Сол себепті Қазгөз зауытына бізге өзеннен, Ақтаудан, әр аудан орталықтардан бір станция салып берсе екен дейміз. Сонда 50 теңгеден қойса, біздің газ бағасы да тұрақтанар еді. Бұл енді айтып отырған 6-шы мәселе. 7-ші мәселе, қазіргі заманауи техниканың жетілген телефон, коммуникация деп айтады ғой. Осы біздің даламызда өтіп жатқан мына жақта үлкен линия жүріп жатыр. Газ линиясы Түркменстаннан, осыны бір жағы Түркменстанға барады, бір жағы тона Бейнеуге дейін барады. Осы газ линиясының бойында 40 шақырым сайын, 50 шақырым сайын Интергаз Центральный Азия дейтін, Интергаз орталық Азия дейтін мекеменің үлкен мұнарасы тұр, вишкісі. Арасы 40-50 шақырым. Соған бізге Кейселдің тәреліксін, Кейсел ұялы байланыс соның құрылғысын орнатып беруге Интергаз орталық Азия рұқсат берсе, далада отырған шаруаға бізге көп үлкен көмек болар еді. Себебі біз даланы кезіп, өзіміз шаңытып атқан даланы машина көлікпен кезбес едік, телефонмен байланыс жасап, бұл бір жағынан адамның өмірін сақтап қалуға да, қатты суықта,
шіліңгір ыстықта шілдеде біз осы даланы адам басын адам өміріне де қауіпсіз болар еді. Далада жүріп тұрып қалған жағдайда телефонмен соғып шақырып бір-бірімізге мал сұрасып жөн сұрасуға бізге осы Интергаз орталық Азиядан рұқсат алып берсе, соны мына Интергаз орталық Азияның басшылары соған рұқсат берсе, бізге үлкен шаруалар отырған көмек болар еді. Бұл 7-ші мәселеміз. Мына 8-ші мәселе қазіргі шаруалардың жем-шөп мәселесі. Жем-шөп мәселесі қазір 20 килолық Қостанай кебегі 2100 теңге тұр біздің базарларда, кәсіпкерлердің қолында, өзенде, Ақтауда. Осыны бізге килограмм арзан сатып 20 килолық біздің қапты, мешокты 1500 теңгеден түсіріп субсидияласа дейміз. О да болса бізге көп көмек болар еді. Жемге де, шөпке де. Және жем шөптің тасымалына жылдың аяғына дейін КТЖ темір жол арқылы жеңілдік қарастырса. Қазір қазанның аяғына дейін жеңілдік бар шөп тасуға, жем тасуға. Енді соны біз жылдың аяғына дейін ұзартса дейміз. Бұл 8-ші мәселе. Сосын біздің далада отырған шаруалар қыстың көзі қырауда пеш жағу керек, жылыну керек. Сол жылынуға да бізде қазір біздің пайдаланып отырғанымыз малдың қиы. Малдың қиымен ол жылынған бізге жеткіліксіз. Біздің Қарағандының көмірін далада отырған шаруалар, тіркелген шаруаларға әрбір шаруашылыққа 5 тоннадан көмірін жеткізіп берсе, біз облыстық әкімдік болып, біз 5 тонна көмір сатып алар едік. Біз оны әншейін бер деп сұрамаймыз. Бізге соны көмірді килограмм тонналап әкеліп берсе, өзенге, Ақтауға, әр аудан орталықтарына жеткізіп берсе, бізге далада отырған шаруаларға көмек болар еді. Бұл біздің 8-ші мәселе, 9-ші мәселеміз. Көмір керек қыста. Енді біздің осы 10-ші мәселе қазір далада отырған шаруаларға жарық мәселесі. Үй болғасын, далада отырғасын, шаруа болғасын, және қызметкерлеріңе жағдай жасамасаң, далада отырып қызметкер ұстауға да оңай емес. Және өзімізге далада құдықтарға осыдан 2020 жылға дейін күннен электр энергиясын өндіретін панельдер берілді, шаруаларға субсидия. Көп адамдар алды, ол рахмет. Енді сол 2020-дан бастап тоқтап қалды. Соны осы 2021-ден бастап бізге қайтадан соны заңға енгізіп, шаруаларға соны қайтадан берсе дейміз. Біреуін құдығына, біреуін отырған үйіне қойса, екі жерге екі құдықты күн электр энергиясын өндіретін панелімен, насосымен, генератормен берсе, бізге шаруаларға көп көмек болар еді. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Нұрлан Асқарұлы, біздер Маңғыстау шаруалары сізден көмек сұраймыз. Осыған келіп, керек па, мына жерлерді біз көрсетеміз. Соны біз өзенде жиналып, үлкен жиналыс жасап, министрлікпен осы салаға қатысты әрбір Интергаз орталық Азия барлық осы Өзенмұнайгаз, Қазмұнайгаз мекемелер бірігіп, бір дөңгелек стол өткізіп, жиналыс шұғыл түрде жиналыс өткізсек, біз мәселенің біраз заттың мәселенің байыбын шешер едік, басын қайтарар едік. Бұл шаруаларға өте керек. Егер біз осы малдан айырылатын болсақ, бізде ертең қалаға көшіп, жұмыссыздар армиясын көбейткеннен бізге ешқандай пайда жоқ. Ол үшін шаруаны дамытамыз десеңіз, Қасым-Жомарт Кемелұлы, даланы дамытамыз десеңіз, осы бізге сіздің көмегіңіз керек. Осы үндеуімді қабыл алып, осыған көмек беруіңізді сұраймын. Ал Маңғыстау жұрты осыған үн қатайық, бірігейік, осы шаруаны біз айтайық бірлікте. Рахмет, сізден көмек күтеміз, құрметті мемлекет басшысы. Рахмет.